он член Союза писателей Республики. Он до этого еще одну книгу выпустил «Голодомор». Вот, он там тоже подробно описал. Вот, он там приводит примеры со своего, допустим, населенного пункта, аула. Он приводит слова тех людей, которые вот прожили вот этот вот голод, холод. Вот. Теперь в этой книге он тоже собрал много материалов. Цель этой книги, чтобы будущее наше поколение, чтобы не видел голод, войну и так далее. Сегодня проведем в областном совете презентацию этой книги, и мы будем стараться, чтобы наша молодежь его читала, и чтобы у нас такое. Можете рассчитывать на то, что товарищ Сталин умеет выполнить свой долг. В сумме узбеков, киргизов, таджиков, туркменцев, их сами сложили, но меньше в 2 раза казахов было. А в результате переписи с настоящими узбеки насколько? На 2-3 раза больше. И выросли, а казахи наоборот. Вот это меня беспокоило. Иначе бы сейчас мы, если бы не было вот этих голодоморов, не было бы войны, не было бы таких вот хургун-сургун, вот этой репрессии, наши казахи были бы где-то под 100 миллионов. Вот видишь, осталось где-то 15-16. Сол сөз маған ізгілікті құйған ерен, үлкендерден ауысқан кішілікті үлкендердің өзіне сыйға берер деген болатын. Ол анасының тәрбиесімен өсті. Жас кезінен әдеби кітаптарды көп оқыды. Содан да болар әдебиетке деген құмарлығы басылған жоқ. Үнемі қабырға газеттерінің редакторы болды. Мектеп қабырғасына жүрген кезде өлеңді шығарып жүрді, бірақ оған әуес қойлық деп қарап, аса мән берген жоқ. Мектеп бітірген соң журналистика саласына түскісі кеп талпынды, бірақ бір себептермен Алматыға бара алмай қалды. Дегенмен де дәл осы бала кезгі арманы жүзеге асты. Қазіргі таңда Қазақстан журналистер одағының мүшесі атанып отыр. Анасы кәдімгі әңгімешіл адам болған екен, сонау қиын қыстау кезінде оқиғаларды әсіресе әңгімелейтін. Анасы дәрі-дәрмек ішіп көрмеген, ауырса халық емін қолданатын. Содан да болуы мүмкін, есте сақтау қабілеті өте жақсы болды. Анасының айтқан әңгімелері Рашид Бектемирұлының қалам тербеуіне анасы марқұм 90 жасқа келіп дүние салды. Мінекей алып анадан туады дейді. Демек, анасының дәл осындай зерделілігі, шежірелілігі Рашид Бектемирұлының қаламгерлік жолға түсуіне ақ бата бергені мәлім. Біздің кезегі филология ғылымдарының кандидаты, Қазақстан жазушылар одағы Павлодар облыстық филиалының директоры, жазушы ақын Серік Төлебайұлы Ерікбай ағаға беріледі. Жұрттың алдына мақтанғым келсе француз тілінде сөйлеймін. Жүректен сөйлеймін десем орыс тілінде сөйлеймін. Жалпы Рашид ағамызды мен танығалы, бұрыннан да білемін, жақын танығалы шамасында 1 жылдай болып қалған шығар. Рашид ағамыз кейде түнде бір сағат сол 10-ға таман телефон салып жүреді. Сол таңертең сағат 8-де бір видеолар салып жібереді. Сосын артынан бір телефон алынбай қалсам, басқа бір үйленіп отырсам, Рашид ағам артынан өткен жолы келіп, «Әй, сен неге оқымайсың, сен неге қарамайсың?» деп. Сол секілді, бұның ең бір жақсылығы сонда, алдыңда ағаң болса, немесе әкең болатын болса, кейінгі ұрпақтың қалай жүретінін көрсетіп отырған бір нұсқаушы бар деген сөз. Қазақтың бір жақсы сөз бар, қазақ айтады: шеткі ауыл көшсе, ортаңғы ауылды шектейді. Қалам дейтін құдіреттің ішінде жүрсеңіздер, демек біз қаннен қаперсіз өз жолымызбенен сіздерге еріп жүргіземіз. Бұл ашаршылық, кешегі зұлмат, жаңсыздар айтып жатсыздар, зұлматшылар шежіресі дейтін кітап бар, бірақ зұлмат деген кітаптың біздің алғашқы қосылуы. Лоренс Ристің жазған Холокост дейтін еңбегі бар. Соның осы кітапта оқып көрсеңіздер, еврей халқының қалай қырылғанын көруге болады. Біз қазақ халқы ашаршылықта қырылған кезде біздің азаматтар мынандай пікір айтып жүр. Қазақ халқы дәрменсіз еді. Қазақ халқы балық аулай алатын шамасы болған жоқ. Қазақ халқы егіншілікпен айналыспады, сондықтан қырылып қалды дейді. Бірақ сіздер маған мынаны айтыңыздаршы. Еврей халқы соншалық өнерсіз бе еді? Соншалық өнерлі халық.
демек үлкен саясаттар, алып саясаттар араласқанда ең бірінші қарауылдың басына ілінетін не расында адам, не кемшін, не болмаса сол саясат қауіп келетін ұлттар найзаның ұшына бірінші іледі. Сол секілді мынау алып жерді мекендеп жатқан қазақ халқы найзаның ұшына бірінші ілікті. Айтып жатыр ғой ағамызда, Мүбәрак ағамыздың да жазған көп. Енді осы үлкен тақырыпқа және біздің ағамыз, әкеміз тектес Рашид ағамыз кіріп жатыр. Ұлт Мұхтар Шаханов айтады, болу керек 4 ана дейді. Соның ішіндегі ең бір қиыны соның туған тарихы дейді. Соны еске алуда қанша мойындауда қанша ауыр болса да, соны лақтырып тастауда мүмкін болмаса да, әрбір қазақтың жүрегінде кететін. Сіздер ашаршылық дүниесіне менен гөрі жақынсыздар. Себебі сіздер ашаршылықтан өткен ұл мен қыздың баласыздар. Ашаршылықта нан таба алмай, табуға мүмкіндігі болса да, заманы таптырмаған қазақтың ұл мен қызынан туған ұл мен қыз. Сіздер бір қарыс, бір адым, бір сүйем болса да, менен гөрі жақынсыздар. Соның ішінде әсіресе мынау сарыарқа, сары аштықтың, сарыарқа зұлмат саясаттың шын қиындығын, сарқыз саясаттың шын қиындығын көрді. Тура болса. Іргедегі жатқан ертіске қазақ халқын түсіртпеді. Оның алдында патшалық уақытта 10 десятинадан асуға болмайтын еді. Қазақ сабылып, ағылып барып, осы Павлодар өңірі Ресейдің ішіне қарай барды. Жете алмады, жеткізбеді. Жолда қаншама шашылып қалды. Барғаны өкінішке орай бүгін қараңыздар, қандай бөтеннің басқаның соғысының ішінде жүр. Бірақ сіздер, міне кеше ғана ағамыз келді, өзі біледі, кеше ғана соның ішінде соғысып жүрген жұртқа сенің істеп жүрген ісің қате деп айтуға шамаңыз келмейді. Оларды мойындату мүмкін емес, әрбірісін қазақтың ішіне қосу да мүмкін емес. Олар бөтен. Ертең саясат басқаша болатын болса, кешегі біз анау 30-шы жылдар, 20-шы жылдар көрдік. Батыр бала Бекболат секілді өзімізге қайтада қарсы шабуы мүмкін. Неге айналды? 6 миллиондап отырмыз. Соның 3 миллионы қырылды. Бұл ұлттың ең бір сұмдығы. Айтуға ауыз бармайтын дүниені. Соны біз әлемге емес, біз соны билікке де айттыра алмай отырмыз. Бұл геноцид. Бұл қазақ халқының құрылуы. Осындай елді, осындай мемлекетті жасаған жұрттың қазіргі жағдай, сол кездегі жағдайын айту, және ішіндегі қазақтың ішіндегі ең бетке шыққан қаймаға депрессияда кетіп қалды. Бірінші, би керек, өйткені билік жүргізеді. Екінші, батыр керек сол ауылда қорғайтын. Үшінші, байы керек. Сол ауылда жоқ жітік болатын болса, соған көмектесетін, жұмыс тауып беретін. Біз осы үшеуін бөтен уақытта. Әйтпесе қазақ сол кезде де егін салған. Мынау Абақкерейдің ішінде Тарышы дейтін ру бар. Анау атам заманнан тары салған. Ақкөл жайылмада сол жерде анау кейінгі құс құмыралардың ішінен тарылар шықты. Қазақ тарыны да, бидайды да салуға білген. Бірақ соған қол жеткізбеді. Рашид аға, сіз үлкен тақырыпқа барып тұрсыз. Сіз соның алғашқы басын қаладыңыз. Қазақ болып тумағанда не терем деп ән салған жақсы. Қазақтың кейде мен ақындардан қорқамын. Жазып жатқанда қорқам, соны басқа біреу оқып соған қызығып жатқан жоқ екен деп қорқам. Бірақ соны қалай игердік, кешегі күні қалай шықтық, біз бүгін қанша болуымыз керек еді, және нені жоғалттық. Ең бір сұмдығы сонда біз аштықпенен бірге ұлттық сананы зуып шайып кешегі қазақтың елі, қазақтың патшалық заманында, кеңестік дәуірде бұндай қырылыс болмады. Сіздер сеніңіздер. Әлихандардың өзі сотталғанда да Әлихандарды атып жібермеген. Ахметтер сотталғанда Ахметтер атып жібермеген. Қазақтың мықтылары. Демек, мынау 30-шы жылдардағы, 20-шы жылдардағы зұлмат біздің ұлттық санамызды бүтіндей өзгертіп жіберді. Анау Баянауылда жалғыз ғана бір қазақтың қарашалын мәшһүр ұрысып, Құдайдың бар екен, Алланың бар екендігін дәлелдеп, және денесінің шірімейтіндігін дәлелдеп, қай жерде жатуы керек екендігін дәлелдеп, денесі 40 жыл шірімейтіндігін дәлелдеп, сол кездегі басқа құдайлар, оның аты Сталин ба, оның аты Троцкий ба, оның аты мен білмеймін, Калинин ба, сол құдайларға қарсы қазақтың басқа екендігін айтып жатқан басқа ешкім болмай қалды.
Санамыз жеткен жоқ, санамыз жетті ау, шамамыз жетпейді. Соны Раштаға сіз секілді үлкендер бастау. Және қазіргі заманда үлкен мен кішінің арасын ажырата алмай қалды. Ақсақалдың айтатын сөзін бала айтып жатыр. Бала айтқаннан кейін қанша дегенмен баланың соққан бәкісінің басы жарық. Ақсақалдың айтатын сөзі. Менің ұғымымша Рашид аға ұлттың арылуы дейтін дүниесін ешкім кезінде Толстой жасады. Осыған бастады. Алдыңғы біздің алдымыздан ұрпақ бесінші. Құрамсыз, ештеңе тапсырмайды. Үнсіз, үмітсіз қалған бабаларға жасалған Рашид аға сіздің көрінесіз. Ары қарай да соғу керек. Қалған ары қарай да әрлеу керек. Ең бастысы сіз не жазу керек екендігін көрсетіп, траекториясын жасап кеттіңіз. Қалған ұрпақ сізге ілесу керек. Рахмет сізге. Сіздерге рахмет сіздің баста. Жазып жүрген дүниелерін кейінгі жас ұрпақтың зердесіне жеткізуге тиіспіз. Біз сөзіміздің басында Рашид Бектемірұлының анасы Кәтай туралы әңгімені бекер айтқан жоқпыз. Алып анадан туған кетті, бекер жеткізіп отырған жоқпыз. Біздің ортамызда мынау Нұрана әлемі қоғамдық бірлестігінің төрайымы Максимова Бақшамал Шақанқызы келіп отыр. Шашуды жатайын дейді. Әуелі Бақшамал Шақанқызы өзіңізге бір дауыс сөз кезегін берейік. Одан кейін өнерпаздарды тыңдайық. Ең бірінші бағытым халқым менің, соған берем ойымның алтын келін. Сен болғар жерде мен бармын, қор болмаймын, қымбатқа алтыннан халқым менің. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді ау астарымнан, апыл-ау алтай арқа алатауға. Ал екінші бақытым тілім едім, тас жүректі тіліммен тілімдедім. Дүниеден кей кезде түңілсем де, қасиетті тілімге төгілгедім. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді ау аспанымнан, апыл-ау алтай арқа алатауға. Бақытым бар үшінші отан деген, қасиетті кім десем отан берем. Оты сөнген жалғандай жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы отал менен. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді ау астарымнан, апыл-ау алтай арқа